Пайғамбардың сүннеті болып есептелетін нәрсе баланың аузына жас құрманы жағу. Ол баладан умус сабият деген жын шайтан алыс болады дейді. Кейінгі орындалатын амалдарға жақсы ат қою. Ассалаумағалейкум қадірлі жамағат. Бала дүниеге келгенде қандай амалдар жасау керектігін білесіз бе? Пайғамбарымыздан оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын, қандай сүннет амалдар жеткен. Осы жөнде білгіңіз келсе, видеоны аяғына дейін қараңыз. Біздің арнаға жазылыңыз, ұнаса лайк басыңыз. Жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат. Жалпы адам баласының дүниеге келуі, оның әке-шешесіне деген үлкен қуаныш. Ислам шариғатында баланың дүниеге келген кезіндегі жасалатын әртүрлі рәсімдер бар, білесіздер. Мәселен, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына дүние есігін ашқан кезде нағашысы Абу Лахабтың құлы күні оған пайғамбардың туылғаны жайлы хабар жеткізеді. Сонда Абу Лахаб Алла елшісінің дүниеге келгеніне қуанады дейді. Алайда өздеріңізге белгілі Құран кәрімде Алла тағала Абу Лахаб және оның әйелін мәңгі тозақта жанатындығын тірі кезінде айтып кеткен болатын. Алайда Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дүниеге келгеніне қуанғаны үшін сол Абу Лахабтың әр дүйсенбі күні азабын жеңілдетеді дейді. Пайғамбар хадисінде айтады, не дейді? Жақсы көретін және көп бала туатын әйелге үйленіңдер, бала туыңдар, көбейіңдер. Өйткені сендердің қиямет күні көптіктерімен мақтанамын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Өздеріңізге белгілі, әуелі ең құттықтауға лайықты адам ол сол баланың әкесі. Әкесінің қуанышы бұл жайда ерекше болады. Пайғамбардың хадисінде келгендей дұғасы бар арнайы. Баракаллаху фил маухуб ва шакартал уахиб. Алланың саған берген сыйлығына Алла саған береке берсін, және де сен Аллаға шүкір ет деген мағынадағы дұға жасау керек дейді. Пайғамбар хадисінде айтқандай, кімде-кім балаға азан шақыратын болса, ол баладан умус сабият деген жын шайтан алыс болады дейді. Яғни ол кез келген баланың кіндігіне жын жабысып, мына дүние есігін ашады екен. Алайда азан шақырылғаннан кейін сол жынның бәленің барлығы кетіп қалады екен. Бұл рәсімді жасаудың екінші бір мағынасы, мына дүниеге есігін ашқаннан кейін ең алғашқы естіген сөзі Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі екенін, және де намаздың парыздығын оның құлағына жеткізу, яғни жақсы сөздерді естіткізу болып саналады. Одан кейін кезекте пайғамбардың сүннеті болып есептелетін нәрсе баланың аузына жас құрманы жағу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына Хасан мен Хусейн немерелері туылған кезде жас құрманы ауыздарына жағып, оңға, солға мәсіқ жасап, оларға дәмін таттыратын еді дейді. Олдағы мағына мына өмірдің есігін ашқан кезде өмірдің ащысын көрмей, біріншісі тәттісін татсын, өмірі тәтті болып өтсін деген мағынадағы деп жорамалдауға болады, ғалымдардың айтқаны секілді. Кейінгі орындалатын амалдарға жақсы ат қою. Әкенің баланың алдындағы міндеті, үш міндеті бар. Оған жақсы ат қою, жақсы ана тауып беру және де Құранды үйрету болып есептеледі. Кейінгі амал ақиқа болып есептеледі. Ақиқаны білесіздер, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі сүннеті бойынша бала туылғаннан кейін 7-ші күні орындалатын амалдың бірі. Ақиқа Шафиғи, Хамбали, Малики мазхабтарында мұстахаб болып есептелсе, Ханафи мазхабында мубах, яғни рұқсат етілген іс болып есептеледі. Ер бала дүниеге келген кезде 2 қой сою, қыз балаға келген кезде 1 қой сою дұрыс болып есептеледі. Пайғамбардың қызы Фатима Хасанда туылған кезде сол Фатиманы туғызған әйелге сойылған қойдың етін апарып беріңдер деп бұйырғаны жеткізіледі. Қалған бөлігін отбасымен бірге жеңдер деп айтқаны бар. Демек, баланы босандырған дәрігерге де анасының жанын алып қалуға септігін тигізгені үшін осы қойдың етінен дәм татқызуға рұқсат екенін пайғамбардың хадисінен білуге болады. Кейінгі амал бізде баланың шашын алу болып саналады. Фатима анамыз Хасан мен Хусейннің шашын алып, шаштың мөлшеріндей күмістің салмағымен есептелетін садақа бергені жеткізіледі бізге. Міне осы амалдардың барлығын егерде жасайтын болсақ, пайғамбардың хадисіне амал етіп, және де үлкен сауап алған болып есептелеміз. Қайсысы бірін қарасаңыздар, адамның өміріне, ақыретіне пайдасы зор екенін көруге болады. Алла тағала осы сүннеттерді орындауға баршамызға жазсын.